Домбыра қобыз жағынан тағы да екі жағынан жауап берейін. Бірінші жағынан бар, расында да біздің қазақтың даласында да жаңағыдегі қобызға қарсы болған адамдар болған. Оған дәлеліміз мынау атақты терме бар ғой, қуағаш деген терме бар, білсеңіздер. Сол кезде де бір кісі жаңағыдегі аттан түсіп атқан кезінде Молдекең көріп қалып, мынау қуағашыңды құрт деп домбыраға айтқан кезінде, бұл домбыра туралы сен бүйтіп айттың, қуағаш дедің деп, ана отыра салып сол жерде сондай жаңағы сөз тауып кетіп, бұл қуағаш жаңағы Нұх пайғамбардың кемесінде болған қуағаш, Ибрахимнің аса таяғы болған қуағаш деп жаңағы келтіріп мысалдап келтіреді ғой енді. Дегенмен енді біздің дінімізде осы екі жақтық пікір бар екендігі білінеді. Бір пікір расында да жаңағыдай кейбір музыкалық аспаптар кейбіреулер дұрыс, кейбіреулер бұрыс деп айтылады. Екінші пікір мүлде болмайды дейді. Немесе болмаған жағдайдың өзінде кейбіреулер мысалы арам демесе де кейбіреулердің бәрібір тахрими макрухқа шығарып айтады. Дегенменен домбыра жағынан өз басым еш нәрсе демес едім. Ұстаздарымнан, басқаларынан көрген нәрсем бар. Мысалы арабтардың танбур, арабтардың басқа аспаптары бар. Тек ана соғатын дабыл аспаптар емес, кәдімгі аспаптарына да тыйым салынған адамдар болған, тыйым салған, тыйым салмаған адамдарды да өз көзіммен көргенмін. Әжептәуір ұлағатты, білімді адамдар. Сондықтан екі жақты пікір қылып осылай тастап кеттім. Ал еңбегіңізге Алла берекесін берсін. Алла қолыңызға өнер беретін болса, сол өнерден тоқтап қалмасаңыз екен деймін. Мен қазақшылық жағынан айтатын болсам, нағыз қазақ домбыра дейді. Домбырасыз қазақтың үйі болмайтын шығар деп ойлаймын өз басым.